Сәлем достар, сіздермен бүгін біз хамир хасиб дайындаймыз. Жасалу оңай, дәмі тәтті, ерекше болады. Бірге жасайық. Ең алдымен бізге қамыр илеп қою қажет. Жақсылап қамыр илеп, сәл қаттылау болған дұрыс. Июі қанғанша илеп, зуаларға, бөліктерге бөліп қоямыз. Одан кейін фаршымызға кірісеміз. Аздау пияз турап, фаршын молдау етіп, аздау күріш қосамыз. Бәрін араластырып, бір келке етіп, жақсылап араластырамыз. Татымына қарай қара бұрыш қосамыз. Қалауыңызша арасына көк пияз, укроп қоссаңыз да болады. Енді қамыр жаямыз. Қамырды әдемілеп, дөңгелектеп, бір тегіс етіп жайып аламыз. Мантының қамыры құсатып, 4 бұрыштап кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін жаңағы салмамызды бұрышынан бастап салып орай бастаймыз. Міне видеода көрініп тұр. Бұрышын әдемілеп реттеп саламыз. Одан кейін қолмен әдемілеп орап қоямыз. Ешқандай күш салудың, жабыстырудың қажеті жоқ. Тек қана осындай орап салсаңыз жеткілікті. Табамызға астын майлап, жаңағы хамир хасибімізді саламыз. Оның да үстін майлап қойғанымыз жақсы. Бұл тағам ерекше екен, дәмі де өзгеше болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналым ұнап жатса, қолдау білдіріп, пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова. Бұл тағамды көк пиязбен, айранмен, қаймақпен ұсынсаңыз болады. Ауыз ашарға, қонақтар келгенде жасағанға өте тартымды ас екен. Арасында күріш болғаннан кейін, күріш бойына бүкіл майды жинап алады. Ет өзінше тұрады, күріш өзінше тұрады. Ерекше дәм береді. Жасап көріңіздер, жасалу жолы оңай. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исахова.